Достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін қызыл барқыт тортын дайындаймыз. 300 грамм ұнды електен өткізіп, үстіне қант саламыз, 250 грамм. Сосын қантты салып болғаннан кейін маған лайк басып тіркеліп, подписка жасап отырыңыздар. Какаоны саламыз, жарты шай қасық, ас қасық. Сосын шым тұз саламыз. Сосын жарты шай қасық сода. Сосын бір ас қасық разрыхлитель саламыз да, бәрін жақсылап араластырамыз. Бұл біздің құрғақ массамыз. Жақсылап араластырамыз. Өте оңай, дәмді торт, дайындап көріңіздер. Міне осындай масса шығады бізде. Енді сұйық массамыз дайындаймыз. 3 жұмыртқа, менде кішілеу болғандықтан 3 алдым. Егер үлкен болса 2 аласыздар. Осыған 150 мл сұйық майды құйып араластырып қоямыз. Мына жерде 250 грамм айранға жарты шай қасық красителімізді салып, бояғышымызды салып, жақсылап араластырып дайындап алдық. Енді осы сұйық массамыздың бәрін құрғақ массамызға құйып, жақсылап араластырамыз. Міне, осылай. Жақсылап араластырамыз. Сонда бізде қою масса шығады. Міне, осылай болу керек. Осылай шығу керек. Сіздерде де 15 минутқа қойып қоямыз. Духовкамызды қосамыз. Пергамент қағазымызды бәрін дайындаймыз. Міне, осылай салып 3-ке бөлеміз да, 3 корж пісіреміз. Міне, осылай салып алдық. Қазір духовқа салып, міне осылай болады. Духовкаға салып пісіріп алдым. Енді крем дайындаймыз. Мына жерде менде 125 грамм жылы үй температурасындағы сары май, сосын 100 грамм қант ұнтағы жақсылап араластырамыз миксермен. Сосын жайдан крем чизімізді саламыз. Міне осылай араласады. Міне крем чиз 2-ке бөліп, 3-ке бөліп салсаңыздар болады. Қолмен де араластырса болады. Кімге қалай ыңғайлы? Міне кеңіз басында жайлап бастадым, сосын қаттысына қоямын қазір. Осылай дайындап көріңіздер. Оңай, жылдам. Міне, өте дәмді торт. Кеңіздер, осындай крем шықты. Енді тортымызды жинаймыз. Кеңіз, астына жағып аламыз, коржымыз сырғанап кетпеу үшін. Сосын бетіне кремімізді жағып, корждың беттеріне. Сосын жинап аламыз. Өте оңай, жеңіл, бірақ жегенде өте дәмді. 3 корж шықты. Маған тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Комментарий қалдырыңыздар. Міне, тортымыз осымен дайын. Өте оңай, өте дәмді. Бұл тортты тез жеп қоямыз біз. Рахмет. Келесі кездескенше.